2024-тен бастап Каспи переводтардың бәрі бақыланатын болады. Егер сіз Каспи голтыңызға ақша қабылдайтын болсаңыз, онда осы видеода айтылған біраз дүниені білуіңіз керек. Осы туралы Каспидің арнайы осындай нұсқаулығы бар, соған шолу жасап шығайық. Бұлар кімге қатысты, кім қалай жұмыс жасау керек, кім одан налог төлейді, кім төлемейді. Бұл жерде барлығы жазылған. Бірінші, жеке адам деген бар, және кәсіпкер. Бірінші мынадай сұрақ туындайды. Мен кәсіпкермін. Бұл жерде кәсіпкер деген кім? Базарда тауар сататын адам, немесе дүкені бар адам, немесе сондай бір жұмыспен айналысатын кез келген адам. Осы адам өзінің Каспи голдына тауар үшін немесе қызметі үшін бір сантехник немесе сондай адам болатын болса, қызметі үшін өзінің Каспи голдына төлем қабылдай ала ма? Бұл жерде былай жазылған. Каспи голд бұл физический лицоларға арналған. Физический лицо деген мемлекеттік жұмыс жасайтын адамдар, жалдамалы жұмыскерлер, қысқасы ИП-сы жоқ, ИП ашпаған және жаңадай сантехник болып, немесе базарда тауар сатумен сондай интернет магазині жоқ барлық адамдар. Бұл Каспи голд соған арналған. Және егер сіз сол Каспи голдыңызға кәсіпкер бола тұра төлем қабылдайтын болсаңыз, сіз налоговый отчет тапсырасыз. Сол отчетта соны табыс ретінде көрсетуіңіз керек. Мысалға, бір жерге барып, бір сантехник болып, бір қызмет көрсетіңіз, немесе қызметке құрылысшы болып, біреуге бірдеңе жасап бердіңіз, 200 мың теңгені Каспи голдқа алатын болсаңыз, соны налоговый отчетта көрсетуіңіз керек. Әрине, ең дұрысы Каспидің өзінің жазу бойынша Каспи голдтың өзіне емес, Каспиден немесе басқа кез келген банктен ИП-ға арналған, немесе ТО-ға арналған арнайы шот болады. Соны ашып, сол арқылы қабылдаған дұрыс. Каспидің жағдайында бұл Каспи Pay деп аталады. Каспи Pay'ді егер ИП ашасыз, ИП-дан кейін Каспи Pay ашасыз. Каспи Pay айына 2000 теңге, егер ешқандай транзакция болмайтын болса, ол жерде ештеңе төлеу міндет емес. Негізі қазір Қазақстанда қарайтын болсақ, біз өзімізде енді әр жерде төлем аударамыз. Шаштараз немесе сол сияқты басқа орындарда көптеген адамдар өзінің Каспи голдына негізі шыны керек төлем қабылдайды. Олардың кейбіреулері налоговый отчетта оны көрсетпеуі де мүмкін. Бұл заңсыз екенін ескеруіміз керек. Қазақстанда ИП налог бұл қазіргі жағдайда менің білуімше 3%, соңғы рет сондай болған. Бұл өте аз, сондықтан ол бір үлкен жасыратындай бір сумма емес. Ең дұрысы әрине Каспи Pay арқылы қабылдау. Ол жерде QR бар, QR сканерлеп төлем аудару деген секілді, бұл өте ыңғайлы. Клиенттерге кейбір жағдайда бонустар береді дегендей. Бұл сондықтан Каспи Pay ашыңыз. Одан кейін келесі сұрақ. Мен кәсіпкермін. Егер мен Каспи голдыма төлем қабылдайтын болсам, тауар үшін, қызмет үшін налоговый салық органдары маған штраф жазып бере ма деген сұрақ туындайды. Мына жерде иә деп жазылған. Каспи голдқа төлем қабылдау ешқандай пост терминалдысыз болатын болса, және ешқандай QR кодсыз, және фискальный чекті көрсетпей сондай төлем қабылдайтын болса, бұл арнайы жауапкершілік бар ол жерде. Егер бірінші рет сондай нарушение болатын болса, бұған ескерту беріледі. Бұл жақсы. Егер сіз бір ескерту алдыңыз, одан кейін тағы да қайталанатын болса, штраф бар. Штрафтың көлемі 15 пен 50 МРП-ның арасында. 2024 жылғы 1 МРП 3692 теңге. 3692 теңгені егер сізге 15 МРП штраф басатын болса, бұл 55380 теңге болады. Және максимум 50 МРП болады. Егер сіз мысалға өте көп сауда жасап, немесе қызмет көрсетіп, одан нарушение жасайтын болсаңыз, соған байланысты. Бірақ бірінші нарушениеде бұл сізге предупреждение береді, яғни ескерту, сондықтан бұл осында ескеріңіз. Және жаңа бөлім тағы да қайталанған. Егер Каспи голд арқылы төлем қабылдаған болсаңыз, қандай да бір басқа вариант болмай, оны налоговый отчетта доход ретінде көрсетуіңіз керек. Бірақ лучше Каспи Pay арқылы төлеген, Каспи Pay ашып, сол арқылы қабылдаған дұрыс деп жазылған. Одан кейін ең қызық бөлімі. Мен кәсіпкермін. Менің переводтарым туралы, Каспидегі переводтарым туралы налоговыйға әртүрлі отчеттар беріле ме деп тұр. Мына жерде тағы мынаны ескеру керек. Біз қазір мына жерде Каспи туралы айтып тұрмыз. Себебі Каспи ол Қазақстанда ең танымал банк деуге болады. Қазір бәрі қолданады. Бұл басқа кез келген банкке қатысты. Мына жердегі заңдар
бұл басқа кез келген Қазақстандағы банкке қатысты болады. Заң бойынша, мына заңды ашып оқып көрсеңіз болады, 2025 жылы 2025 жылдан бастап, яғни келесі жылдан бастап, қазір 2024 жыл, налоговый органдарға Каспий қандай да осындай ақпараттарды беру керек. Кәсіпкерлердің тізімі, ИП тіркелген, акционерлер, учредительдер туралы ақпарат, және соған долясы бар адамдар, және оның әйелдерінің қатысты ақпараттар, және оның әйелдерінің мысалы шоты болуы мүмкін. Соған қатысты переводтарды айтып тұр менің ойымша. 2024 жылғы переводтар туралы ақпарат беріледі. Және ондай ақпарат берілу үшін мына жерде жазылған 100 переводты алған болса, соңғы 3 айдың ішінде. Мысалға мынадай. Бұл жерде былай. Мысалға айталық, бір адамдар бар. Айталық, мысалға бір кәсіпкер бар, оның әйелі бар. Сол әйелі 3 ай қатарынан 100 перевод өзінің Каспий Голдына алды. Оған қатысты ақпарат налоговыйдың запросы бойынша Каспийге берілуі мүмкін. Мына жерде жазылған по запросу, яғни барлығы берілмейді. Просто Каспий қарайды, бір что-то подозрительный бірдеңені байқалды, и сосын соның әйеліне қатысты немесе соған қатысты ақпаратты алады. Себебі ол өзіне мысалға атына ИП ашып қою мүмкін, бірақ төлемді туысқанның немесе соған қатысты біреудің атына алып кішкене заң бұзады. Мысалы, мына жерде мысал бар. Январда немесе осындай айларда 3 ай қатарынан 100 перевод алған болсаңыз, ол туралы налоговыйға Каспийдің өзі хабарландыру беру керек немесе. Мысалға, мына жерде 2023 жылы, қазір 2023 жылы 2022 жылғы осы категориядағы адамдардың қатысты ақпарат беріледі. 2024 жылы бойынша ол списокке мынадай адамдар қосылады. Мемлекетке жұмыс жасайтын адамдар, немесе осындай секторларда жұмыс жасайтын адамдар, және оның әйелдеріне қатысты ақпараттар 2024 жылы бұл тізімге қосылған. Налоговый бұларды тексереді. 2026 жылдан бастап бұл барлық физический лицоларға байланысты. Яғни 2 жылдан кейін бізде егер осындай условия кететін болса, бізде туралы физический лицодағы бүкіл адамдарға қатысты ақпараттар беріледі деген сөз. Бірақ бұл 2024 жыл емес, 2026 жылдан бастап. Қазір 2024-те мына категория болады. Мен мысалға өзім мемлекеттік қызметкер емеспін. Мына секторға қатысым жоқ. Мынандай да емеспін деген секілді. Бізге қатысты ақпараттар 2026-та басталады. Сосын тағы бір айта кететін жағдай, әрине егер кәсіпкерлікті заңсыз жолмен істеу, мынадай махинация істеу, одан кейін шот ашып қойып біреуге қабылдау, бұл заңсыз. Егер кәсіпкер тіркелген болса, заң бойынша қалай солай жұмыс жасау керек. Мысалға, егер мен бір қандай қызмет көрсететін болсам, Каспий Пэй ашам, немесе сол сияқты заңды түрде жұмыс жасау керек. Мына жерде тағы да жазылған, егер Каспий Голдқа төлемді случайно қабылдаған болсаңыз, онда бұны налоговый отчетты табыс ретінде көрсетуіңіз керек. Және өзіңіздің жеке ақшаңыз бен бизнестің ақшасын екеуін екіге бөлгеніңіз дұрыс. Ол үшін мына жерде Каспий Пэй ашыңыз деп тағы да жазып қойған. Мына жерде Каспий Голдқа қатысты бір 2024 жылғы ақпарат шықты. Бұл негізі бірнеше жыл бұрын шыққан. Сол кезде де осындай кішкене дау болған халық арасында, кейбіреулер түсінбей деген секілді. Ол 2022-де болды, мен қателеспесем. 2022-де де осындай шу болған. Негізгі шудың себебі мына жердегі заңдарды дұрыс түсінбеу. Біріншіден, бұндай заң кімге ұнамауы мүмкін? Бұған ұнамайтын адамдар точно ИП ашпай заңсыз жұмыс жасайтындар, немесе ИП ашып өзінің басқа туысқанның шотына төлем қабылдайтындар, немесе мемлекеттік қызметкерлер болуы мүмкін. Өзінің мысалы туысқандары бар, заңсыз түрде кәсіпкермен айналысады. Мына заң негізі бұл налог бәрі төлеу міндетті, сондықтан бұл өте дұрыс. Сондықтан бұл жерде ешқандай проблема жоқ. Проблема, мына жерде мысалы комментарийді қарайтын болсақ, бұл комментарийді жазған адамдардың 99.9% мына жердегі ақпаратты оқымаған. Мына жерде көріп тұрғанымыздай, даже сен физический лицосың мысалға, төлемді Каспий Голдқа қабылдап, отчетқа сен оны көрсетіп жатырсың деп алайық. Көрсетпейтіндер де бар шығар, көрсетіп жатырсың. Мына жерде ол қатты бір заң бұзушылық болады деп айта алмаймыз. Себебі мына жерде
отчетта сен көрсетіп отырсың. Бірақ лучше Каспи Pay немесе ip-шот ашып, соған ғана қабылдаған дұрыс болады. Бұл дұрыс ең заңды варианты. Және сен физический лицо болғаның өзінде бұл 2026 жылдан басталады негізі. Сондықтан ондай шу көтеретіндей проблема жоқ. Және мына жерде бұл жердегі Қазақстандағы налогты дым көп дейтіндер бар. Қазіргі Қазақстандағы налог ИП үшін бұл 3%, Ресейде мысалы 6%, кейбір елдерде 20%, кейбір елдерде 30% ол. Сондықтан оны көп дейтіндер кішкене бір математикадан нашар ма, әлде білмеймін, кішкене салыстыру деген жоқ па, білмеймін. Және Каспи Гюардың немесе сол сияқты басқа банктердің өзінің комиссиясы бар. Онда ескеру керек, бірақ мына Каспиді қолдану міндет емес. Басқа кез келген банкті қолдануға болады. Тікелей төлем қабылда, егер жаңа Каспиге комиссия төлегің келмесе, немесе басқа банкті қолдануға болады. Басқа әрине сондай варианттар бар. Бірақ әрине оның бәрі заңды болу керек. Одан кейін бұл жерде тағы қандай шағын мәселе болуы мүмкін. Мысалға, жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлер бар. Әрине оны жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге базарда бір точкасы бар, немесе сол сияқты адамдарға бірден ИП ашу бұл тиімді болмауы мүмкін. Қазіргі кезде қарайтын болсақ, мына жерде кішкене логичный коммент бар. Мысалға, бұл жерде былай жазылған: 2,3% Каспи Гюр кодпен қабылдаса 0,93% ұстайды, еще 2009 теңге төлейсің. Яғни Каспидің өзіне жаңа айтқанымдай Каспи Pay'ға айына 2000 теңге төлейді. Егер транзакция болса, кассовый аппаратқа төлейсің, пенсионный фонд, медстраховка 12 000 теңге төлейсің, 3% налог доходқа төлейсің. Касса жылына 19 000 теңге төлейсің. Сонда айына 100 000 тапсаң, соның жартысы төлемдері кетсе, қайда барасың дейді. Егер сондай өте, енді шағын демей-ақ қояйық, өте шағын кәсіпкерлер бар. Кәсіпкер деуге болады енді налоговыйдың түсінігінде. Ол адамдарға ИП ашқан әрине өте тиімсіз. Налоговыйға мысалы страховкаға төлейсің, енді 12 000 емес, мен қарағанда қанша, 4900 теңге. Одан кейін пенсионный бар, одан кейін страховка болу керек. Егер страховка жоқ болатын болса, саған ешқандай медициналық көмек көрсетпейді. Сондай кішкене жағы бар. Әрине 100-200 000 табатындарға бұл кішкене больно болады. Бірақ егер обороты бір 5-6 миллион болып тұрған адамдарға бұл қатты проблема емес.